Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын бәліштің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ішінде картоп, аскөк, көк пияз және тағы басқа ингредиенттер бар. Күнделікті өзіміз жеуге және қонақтар келгенде дайындауға әбден болады. Алдымен жұмыртқаларды көлемі үлкейіп, ағарғанша миксермен араластырамыз. Бұл ингредиенттер кішкентай бәлішке арналған. Егер көбірек жасағыңыз келсе, көлемін ингредиенттерін ұлғайтыңыз. Үстіне айран, сұйық май қосып, тағы миксермен 1-2 минут араластырыңыз. Елекпен ұн мен қопсытқышты елейміз. Сосын миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Массамыз видеодағыдай сұйық болу керек. Мен бәлішке аскөк, көк пияз және картоп салатын боламын. Көк пияздың орнына кәдімгі пиязды майдалап турап салуға болады. Аскөк пен көк пиязды майдалап турап саламыз, ал картопты кішкентай кубиктерге бөліп саламыз. Тұз қосамыз және қалауымша қара бұрыш пен паприка да салуға болады. Барлығын жақсылап араластырып формамызға құямыз. Менің формамның көлемі 21-21 см. Астын жақсылап сұйық маймен жағып алдым. Бәлішті осылайда пісіруге болады, немесе күнжітпен сегуге де болады. Мен күнжітті жақсылап септім. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Менің бәлішім пісті, жұп-жұмсақ, өте дәмді. Ішінде көк пияздың дәмі сезіліп тұрады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, комментарийға пікірлеріңізді қалдырыңыздар және лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған башын, келесі видеоларда жүздескенше.